Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Бүгінгі тема ивермек жайлы болады. Ивермектің дозировкасы, пайдасы, зияны, қолдану тәсілі деген сияқты толық мәлімет беретін боламын. Ивермектің қазіргі таңда түрлері көп. Ветеринарлық аптекаға барсаңыздар. Мысалға, менің қолымдағы ивервет деген түрі бұл Қытайдікі. Бірақ бұлардың барлығының құрамында 1%, 2% ивермектин деген дәрілік зат бар. Ивермектин дегеніміз бұл өзі паразиттерге, жаңа құрт, кене бенеге салынады ғой. Соларды өлтіру мақсатында паразиттерді өлтіруге арналған дәрілік зат ивермектин құрамы. Одан кейін қосымша Е витамині болады. Кез келген ивермекте. Е витамині организмде иммунитетті көтеруге, аппетитті ашуға соған салынады. Ивермектің дозировкасы 50 кг тірі салмаққа 1 граммнан есептеп саласыздар. Бұның ивермекті сиырға, қойға комплексті көктемде, күзде 2 мезгіл салуға болады. Жалпы атарыңызға да альбоммен бірге. Ал былайша ауырып тұрған малға повторно салына береді. Мысалға, құрттаған мал болса, бүгін салсаңыз, толық тазармағанын байқасаңыз, 1 аптадан кейін, 5 күннен кейін повторно салуға болады. Ивермекті саған малды сойып жеуге тыйым салынады. 28 күннің ішінде егер ивермекті саған малыңыз нашарлап соятын жағдай болатын болса, оның етін жемеуіңіз керек. Өйткені ивермектиннің зияны адамның организміне өтіп кетеді, улы болғандықтан. Одан кейін жылқыға бұл негізінен салынбайды. Жылқыға бұл бордақыларға салынуы мүмкін, онда да дозировкасына өте мән беру керек. Көкпараттарға, жаңа бәйге аттарына мүлдем салуға болмайды. Себебі бұның ивермектин деген мынау көкпараттар, бәйге аттары жаңағы ойнақтап, жорғалап тұрады ғой. Мынау жылқыда, әсіресе мынау жаңағы көкпараттарда, тұлпарларда жемге тойып, суытылып, неған кезде, күшке толған кезінде ойнақтап тұрады, байқасаңыздар. Сол табаннан жүрекке сигнал беретін микро тамырлар болады жылқыда. Соларды кеңейтіп жібереді ивермек салсаңыздар. Көп дозировкасын көп салып жіберсеңіздер, мүлдем сол аяқтан келетін микро тамырларды жарып жібереді де, паралич болып қалады. Ондай жағдайды да көрдік. Ивермекті былайша дозасында ғана қып, бордаққа кіргізген жылқыға салуға болады. Онда да 1-2 рет, көп салуға болмайды. Дозасын ровно болмаса, көбейіп кететін болса, оларды да жаңағыдай паралич қояды. Жылқы малына болмайды. Жылқы өзі организмі ыстық келеді. Бұл улы кол, бұл да ыстық. Сонымен кері әсерін береді. Жаңа бір жерлерде қай жері құрттаған болса, сол маңға салып жатады. Ол да дұрыс емес негізі. Ол құрт тез өлтіруі мүмкін, базар жоқ, бірақ малға кері әсер етеді. Біреулер шашып жатады, ол да болмайды. Ол құртты төгіп тастағанмен малдың өзінде мазасын қашырады, температурасын көтереді. Көтерсе, мал организмі мықты болса көтеріп кетеді, болмаса өліп қалады. Негізінен бұлшықетке салған дұрыс бұны. Бұлшықетке салған дұрыс. Біраз мәлімет айттым. Жалпы сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Менің есімім Умаралиев Нұрлыбек болады. Осы баяғы карантиннің кезінде 1-2 видео салып бастаған ек, кейін қол тимей кетті. Содан қазір платныйға өтіппін уже. Жаңа 1000 адамнан асқан ғой подписчиктер. Сөйтіп қайтадан түсіре бастадым.
Басқа да дәрілер туралы білгілеріңіз келсе комментке жазыңыздар. Кез келген дәріні жаңағыдай қалай қолданылатынын бәрін түсінікті қылып шығарып отыратын боламын. Каналға жазылып кетіңіздер.